Айжан. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші Б сынып оқушысымын. Менің атам Жәлел Көбекұлы 1919 жылы Дауылкөл ауылдық кеңесіне қарасты Бозарық Ұршарының жерінде туған. Ол ес біліп, етек жия бастағанда жұрт қауымдасып еңбек етуде еді. Сондықтан ол жастайынан жер жыртып, өгіздің бас шыбынын ұстап, ауыл адамдарына көмектесті. Сөйтіп жүріп, Жәлел атам ауыл ортасына ашылған мектепте оқып, сауатын ашты. Осы мектептің 7-ші сыныбын бітіргеннен кейін, өзі тұратын Бозарық ұжымшарының белді мүшесі болып жұмыс істеп жүргенде, әскер қатарына шақырылды. Әскери қызмет атқарып жүргенде Ұлы Отан соғысы басталып кетті. Ауыл азаматы соғыстың алғашқы күнінен бастап, от пен оқтың арасында жүріп, жаумен жан аямай соғысты. Жәлел атам зеңбірек атуды соғыстың алдындағы әскери қызмет атқарып жүргенде жақсы меңгерген болатын. Соғыс басталысымен ол 22 мм зеңбіректің атқышы болып неміс танкілеріне қарсы оқ атты. Оның зеңбірегі жаудың талай танкілер мен басқа да техникаларын майдан даласында жайратып тастады. Сондықтан болар, полк басшылары көп самай оны 152 мм зеңбіректің атқышы етіп тағайындады. Мұның қандай қаһарлы қару екенін тек соғысқа қатысқандар ғана біледі. Оғы дәл тисе, қандай ауыр танкі болса да бронын тесіп быт жұтқылатын бұл қару неміс әскерлерінің нағыз ажалы болды. Ал мұның көздеушісі, қырағы көзді қазақ жігітінің шеберлігіне командирлер дән риза еді. Осылайша атам ерлігі үшін медалімен наградталды. 1945 жылы наурыз айында Венгрияның астанасы Будапешт қаласын жаудан азат ету ұрысында Жәлел атам ерекше ерлік көрсетіп, жоғары бас қолбасшы Сталин қол қойған алғыс қағазын алды. Ал Австрияның астанасы Вена қаласын жаудан босатуда да осындай ерлік еңбегі үшін тағы да алғыс қағазға ие болды. Міне, осындай 4 жылдық майдан жолына өткен атам Жәлел Көбекұлы 1945 жылы жау астанасы Берлинді алуда да үлкен ерлік көрсетіп, елге жеңіспен оралды. Ешкім де ешқашанда ұмытылмайды дегендей, менің Жәлел атамның сонау сұрапыл соғыс кезінде көрсеткен ерліктері халықтың есінде. Оның балалары мен немерелерінің жүрегінде ешқашан ұмытылмақ емес. Антына берік болып, жауға күйрете соққы берген атам сияқты жауынгерлердің ерлігі ұрпаққа үлгі, елге мақтаныш.